Семей қаласының әкімі Бақытжан Баяхметов қаланың бас жоспарын іске асыру бойынша тиісті сала мамандарымен жиналыс өткізді. Бас жоспар негізінде қаланың оң және сол жағалауын егжей-тегжейлі жоспарлауға негізделіп әзірленген жобалар белгіленген тәртіппен бекітілді. Еске сала кетсек, 2022 жылдың мамыр айында шығыс оң жақ және шығыс сол жақ саяжай алаптарының жобаларын әзірлеу бойынша жұмыстар басталған болатын. Қала әкімінің тағы бір ерекше назар аударған мәселесі мөлтек аудандарды инженерлік қондырғылармен қамтамасыз ету жұмысы. Бұл орайда жоспарлау жобасы өзгерістер енгізу қажет. Атап айтқанда, жылу желілерін сумен жабдықтауды және электрмен жабдықтауды қайта қарау және қайта есептеу міндеті қойылып, аталған бағыттар бойынша жұмыстар басталды. Аяқталу мерзімі 2022 жылдың қараша айы деп жоспарлануда. Бородулиха ауданы әкімі азаматтарды жеке өтініштері бойынша қабылдау өткізді. Аудан тұрғындары арқалап келген өтініштерді әр алуан. Мәселен, Переменовка ауылының тұрғыны мал жайылымына және шабындық жер телімін бөлу туралы сұрақпен жүгінді. Аудан басшысы аталған мәселе бойынша алдағы уақытта арнайы жұмыс тобы кірісетінін жеткізді. Сондай-ақ, Ивановка ауылының тұрғындары мектепте қазақ тілінде білім беретін сыныптар ашу туралы ұсыныспен келіпті. Бұл мәселе бойынша аудандық білім бөлімімен бірге сыныптарды оқушылармен толықтыру мүмкіндігі бойынша заң шеңберінде жұмыстарды жүргізу туралы шешім қабылданып, аудан басшысы тиісті тапсырма берді. Жарма ауданы әкімінің міндетін атқарушы Талғат Мұратов жұмыс сапарымен Қапай Батыр ауылында салынып жатқан 100 орындық мектеп құрылысын барысымен танысты. Қазіргі таңда нысанның құрылысы жоспарлы түрде жүргізілуде. Ғимараттың ішкі сылау, әрлеу жұмыстары аяқталды. Бұған дейін мердігер серіктестік басшылығы нысанды мерзімінен бұрын қолданысқа беруге күш салатындығын айтқан болатын. Кешенді жұмыстардың нәтижесінде құрылыс уақытымен жүргізіліп, тамыз айының соңында қолданысқа берілмек. Аудан басшылық тарапынан мектептің жылу қазандығы мен спорт залының санитарлық тораптардың құрылыс жайы назарға алынды. Үржар ауданының әкімі Нұржан Тоқсейітов дзюдодан жасөспірімдер арасында Бангкок қаласында өткен Азия чемпионатында алтын медальға ие болған Ажар Асхат қызын жеңісімен құттықтады. Сонымен қатар аудан басшысы спортшының алғашқы жаттықтырушысы Бауыржан Шакеновке қазақи дәстүрмен шапан жауып құрмет көрсетті және алдағы 24-27 тамыз аралығында Босния және Герцеговинада өтетін әлем чемпионатында Ажар Асхат қызы еліміздің намысын қорғайтын болады. Спорттық додада жерлесіміз жеңімпаз атанып, еліміздің көк туын желбіретеді деген сенімдеміз. 1 тамыз күні Қазақстанда коронавирус инфекциясын жұқтырудың 2021 жағдайы тіркелді. Өңірлер бойынша Нұр-Сұлтан қаласында 958, Алматы қаласында 345, Шығыс Қазақстан облысында 20, Абай облысында 25 адамнан коронавирус анықталды. Ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздейік.